Сәлеметсіңдер ме, құрметті 4 сынып оқушылары? Математика пәні 150 сабақ, құрама есептер. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді оқы, сұраққа жауап бер. Ғарыш кемесінде ғарышкерлердің жұмыс істеу жағдайы ерекше. Онда салмақсыздық орын алады. Оларға осындай жағдайда өздерін бейімдеуге тура келеді. Мысалы, тағам арнайы сықпаларда болуы тиіс. Неге деп ойлайсың? Енді балалар, суретке назар аударайық. Суретке қарай отырып, қандай есеп шығаруға болады? Дұрыс айтасыңдар. 3 қосылған 2 тең 5 килограмм. Бұл таразының бір жағы. Бір жағында балалар 5 азайту 1 4 килограмм. Яғни бұл қауынның массасы. Не болмаса балалар бұны теңдеу арқылы шығарсақ та болады. 1 қосылған x тең 3 қосылған 2. 1 қосылған x тең 5. X тең 5 азайту 1, x тең 4 килограммға. Ендеше қауынның массасы қанша килограммға тең екен балалар? Дұрыс айтасыңдар, 4 килограммға тең. Балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Қала мен ғарышкерлер дайындау орталық арасында 330 км курсант қаладан орталыққа бару үшін алдымен 70 км жылдамдықпен жүретін автобусқа отырды. Қалған 30 км жолды жол жөнекей кездескен машинамен жүріп өтті. Курсант автобуспен қанша сағат жүрді? Бұл тапсырмада бірінші сызба мен төмендегі теңдеу сәйкес келеді. Яғни бұл жерде бірінші теңдеу сәйкес келеді. 75 көбейтілген x қосылған 30 тең 330 теңдеуі. Екінші әсіне қараймыз балалар. Қала мен ғарышкерлер дайындау орталығының арасында 330 км курсант қаладан орталыққа бару үшін 75 км сағат жылдамдықпен жүретін автобуспен 4 сағат жүрді. Қалған жолды жол жөнекей кездескен машинамен жүріп өтті. Студент қанша жолды машинамен жүрді? Бұл тапсырмада екінші сызба төмендегі теңдеумен сәйкес келеді. Яғни теңдеу 75 көбейтілген 4 қосылған x тең 330. Төртінші тапсырмаға назар аударайық. Есепті теңдеу құрып шығар. Ғарышкерлерге тағам әзірлейтін ас үйге 150 кг көкөніс әкелінді. Оның бір бөлігін тең бөліп 8 жәшікке салды. Егер әлгі 70 кг көкөніс қалған болса, бір жәшікте қанша килограмм көкөніс бар? Ендеше балалар, есепті теңдеу құру арқылы шығарамыз. Шығарып болсақ, барлығымыз бірге отырып тексереміз. Балалар, 4-ші тапсырмаға теңдеу құрастырсақ, бірге отырып тексерейік. X көбейтілген 8 қосылған 70 тең 150-ге. X көбейтілген 8 тең 150 азайтылған 70. X көбейтілген 8 тең 80. X тең 80 бөлінген 8, X тең 10-ға. Бір жәшікте 10 килограмм көкөніс бар. Бәрімізді осылай шығардық деп ойлаймын балалар. Балалар, 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Тапсырманы орында. Шеңбердің қандай бөлігі боялғанын жаз. Қандай бөлігі боялмаған? Тиісті өлшеу жұмыстарын жүргіз. Дәптеріңе өлшем осындай шеңберсіз. Енді балалар, қарайықшы, қандай бөлігі боялған? Дұрыс айтасыңдар. 8-ден 3 бөлігі боялған екен. 8-ден 3-ті апарып қояйық. Енді балалар, қандай бөлігі боялмаған? Дұрыс айтасыңдар. 8-ден 5 бөлігі боялмаған екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, 9-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар. Ғарышайлыққа апаратын 1200 метр тас жол жөндеу жұмысы жүргізді. 9-ші тапсырма. Есепті шығар. Ғарышайлыққа апаратын 1200 метр тас жол жөндеу жұмысын жүргізу керек. Жолдың 4-тен 3 бөлігі жөнделген. Енді қанша метр жолды жөндеу қажет? Балалар, бұл есепті шығару үшін бірінші 1200 метрді бөлеміз 4-ке және көбейтеміз 3-ке. Ендеше мәні 900 метр. Яғни жөнделген. Енді бізге жөндеу қажет. Қанша? Ол үшін 1200-ден азайтамыз 900-ді. 3000 метр жолды жөндеу қажет. Балалар, енді дәптерімізге өзіміз есепті жазып шығарып аламыз.
Үйге тапсырма. 5-ші тапсырма. Өрнектердің мәнін тап. Балалар, амалдардың орындалу ретін білеміз. Ендеше үйде өзіміз өрнектердің мәнін табамыз.